Сәлемдесу үлгісі. Пайғамбар миғраждан үмметіне 9 қасиетті зат әкеліпті. Олар жастық, жайнамаз, бөрік, шапан, орамал, намаз, дастархан, Құран және сәлемдесу үлгісі екен. Пайғамбар миғражға көтерілгенде алтынан періштелер шығып, «Ассаламу алейкум, әлемнің рахымы» деп сәлем береді. «Ва алейкум ассалам» деп жауап береді. Бұндағы «Ассаламу алейкум» сөзі Алланың нұры жаусын, бар жақсылықты нәсіп етсін деген мағына. «Ва алейкум ассалам» деген сәлемін қабыл алғанда, саған да Алланың сәлемімен игілігі болсын деген тілек айтылады. Тәңір тағала миғражда пайғамбарға, үмбетіңе сәлемді парыз етем, бір-біріне сәлем берсін. Кім көп сәлем берсе, менің нұрым мен рахметіме бөленеді дейді. Пайғамбар миғраждан келген соң, үмбетіне Тәңірдің сөзін жеткізіпті. Тағы бір аңызда былай деп келеді. Ібліс жаңадан жолыққан екі адамның арасына от салуға дайын тұрады екен. Олар «Ассаламу алейкум» деп сәлемдессе, Іблістің бүкіл жоспары күйрейді екен. Әлімсақта Алла адам атаға, періштелерге «Ассаламу алейкум» деп сәлем бер дейді. Адам ата оларға сәлем береді. Періштелер «Ва алейкум ассалам» Алланың халифасы деп сәлемін қабыл алады. Сол кезде Тәңірі тағаладан әуез келіп, «Әй адам, бұдан былай сәлем беру ұрпағыңа үлгі болсын» дейді. Адам ата мен періштелердің алғашқы сәлемдесуі адамзатқа өнеге дәстүр болып орныққан екен. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген естелік кітабында сәлем беру дәстүрі жайлы былай деп жазады. Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма, «Сен немене? Аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда?» деп сыбырлады. Мен қатты қызарықтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да, нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, «Ассаламу алейкум, аталар» деп әр сөзімді қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатыр. Әйткенмен мені араз етіп алмау үшін бәрі де бір ауыздан «Ва алейкум ассалам» десті. Сонан соң әр қайсысы маңдайымнан сипап мақтады. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесін ала жайғастым. Ол басымнан сипап отырып, «Жарайсың балам. Үйге кіргенде әр қашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді» дейтін.